بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق باسم ربك الذي خلق باسم ربك الذي خلق Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Мінекей, Алланың қалауымен сізбен біз 12-ші дәріске де келіп жеттік. Кітап дәптерлеріңізді алып, жаңа сабаққа дайындалып отырыңыздар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. 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 Жаратушысын танығысы келген құл Раббысының ұлы мұғжизасы болған Құранға терең бойлайды. Себебі жаратушысыны өзінен жақсы білетін ешкім жоқ. Таха сүресінің 110 аятында өйткені Алла олардың алдарындағыны да, арттарындағыны да біледі. Олар оны біліммен қамти алмайды делінген. Ендеше осы Құранда Алла өзі туралы қандай хабар береді? Біз Құранның ең алдымен Алладан басқа құлшылыққа лайық ештеңе жоқтығына, ғибадаттың бойұсыну, жақсы көру, жан тәнімен берілу, сәжде, құрбан шалу секілді тағы басқа түрлерінің барлығы оған ғана арналу керектігін, оның барлық нәрсенің Раббысы, иесі, жаратушысы және ризығын белгілеушісі, әр нәрсеге жан беріп, жан алушы және пайда келтіріп, зиян шектіруші, қиналғанда дұға тілекке жауап беруші, шексіз күшке екендігіне иман келтіреміз, мойындаймыз. Құран аяттары арқылы Алла тағаланың барлық нәрседен хабардар және барлық нәрсеге құдіретті, барлық нәрсені басқарушы және мәңгі тірі екендігін білеміз. Оның даналығы шексіз, қалғымайды, ұйықтамайды. Ол естуші, көруші, мейірбан, рахымды. Мәселен, бір ғана Хашр сүресінің 22-24 аяттарында Алла тағаланың бірнеше сипаты беріледі. Ол сондай Алла, одан басқа ешбір құдай жоқ. Ол көместі де, көрінуді де біледі. Сондай-ақ ол аса мейірімді, ерекше, рахымды. Ол сондай Алла, одан басқа ешбір тәңір жоқ. Ол патша, кемшілік атаулыдан пәк, мінсіз, сенімді, басқарушы. Үстем, қалағаны орындалушы. Ұлылық иесі Алла, олардың қосқан ортақтарынан пәк. Ол Алла, жаратушы, жоқтан бар етуші және бейне беруші. Көркем есімдер оған тән. Көктер мен жердегі әр нәрсе оны дәріптейді. Ол өте үстем, хикмет иесі. Әрі Алла тағала еш нәрсе ол сияқты емес. Ол Алла әр нәрсені естуші, толық көруші. Деу арқылы жаратушы мен жаратылыс арасында ешбір ұқсастық жоқ екендігін нығыздап бекітті. Біз бұл сипаттарды неліктен әңгімеге арқау еттік. Себебі Раббысын тану әрбір адамның негізгі парызы, әрі жаратылу мақсаты. Алланы тану арқылы иманыңызды күшейтіп, оған деген махаббатыңызды арттырасыз. Құлшылыққа бұрынғыдан да артық көңіл бөлесіз. Сондықтан да Аллаға ең көркем түрде ғибадат еткен, оны жақсы таныған пайғамбарлары болатын. Олай болса, сізге Раббыңызды танытатын бірден бір мұғжиза Құран, екі дүниеде бақытты болғысы келетін пенденің айналып өте алмайтын қайталанбас қазынасы болып қала бермек. Бисмиллахир-рахманир-рахим. 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 Ал енді бүгінгі 12-ші жаңа дәрісімізге кіріспестен бұрын, күнделікті әдетімізше өткен сабақты бір пісіріп қайталап алайық. Жігіттер, өткен сабақта біз сукун сабағын өткен болатынбыз, е? Сукун белгісінің әріптердің үстінде тұрған кезде қандай дыбыс беретін, қалай оқылатын біз оқып өттік, таныстық. Соған сәйкес 11-ші сабақтың жаттығулар берілген болатын. Соны бір қайталап алайық. Алмас, бастайық. Құрметті көрермендер, сіздер де бізбен бірге ілесіп, қайталап отырыңыздар. Үйде қателескен жағдайда оның дұрыс нұсқаларын осы жерден көріп, тексеріп алсаңыздар болады. Бастаймыз, Алмас. Анта ихди ба'ду батша Дұрыс. фa'я кунту ласта Ләсті, ортадағы син әрпін шығарамыз.
لست Дұрыс. أمر بردا جمعا حبل Жақсы. خسر Тағы да син әрпі тұр ортада. خسر Тағы бір оқы. خسر Хусрин. Дұрыс. Келесі үшінші жол. Айдос. خلق سبحا سبقا Сәбіқан. Дұрыс. Хамзасы бар сөз. شأن شأن Шәнун. Дұрыс. صبحا О. Осылайша. ضبحا عبدا عدن عشر Жақсы. عصف غرقا Ғарқан. Дұрыс. Тимур, келесі екі жол. Оқып өтеміз. غلبا فصل Фас. فصل Ортадағы сад әрпі жуан. فصل Аха. Тағы бір оқы. فصل Фаслун. Дұрыс. قدحا Дұрыс. قدحا Дұрыс. قضبا Дұрыс. كأسا Дұрыс. Осылайша. كدحا Жақсы. لغوا Дұрыс. مسك Дұрыс. نخلا Жақсы. نشطا Дұрыс. نفس Дұрыс. نقعا Дұрыс. Жақсы. Рахмет. Құрметті көрермендер, сіздер де бізбен бірге өткен сабақты қайталаған болсаңыздар, онда бүгінгі жаңа сабағымызға көшейік. Жаңа сабағымыз өзіндік бір қағидадан тұрады. Ол Құран әріптерінің ішіндегі созылыңқы дыбыстарды береді. Оларды мәт әріптер деп атайды. Бүгінгі сабағымыздың аты соған сәйкес мәт әріптері деп аталады. Араб тілінде мәт әріптері деп аталатын үш әріп бар. Бүгінгі сабағымыз соған сәйкес мәт әріптері деп аталады. Мәт деген сөзіміз созу деген мағынаны береді. Демек, мәт әріптері деп отырғанымыз созылатын әріптер. Араб тілінде созылатын өздеріңіз жақшаның ішінде байқап тұрғандай бар болған үш ақ әріп бар. Бар болғаны үш ақ әріп. Алиф, вау және я. Алиф, вау, я. Үш созылатын мәт әріптері деп аталады. Осы мәт әріптері әріпке қосылған кезде ол әріпті созып оқитындай көрініске енгіземіз. Қазір алдымыздағы мәтінде барлық әріптерге осы мәт әріптерінің үшеуінің де қосылған көрінісін көріп тұрмыз. Және де ол мәт әріптері қосылған кезде созылу үшін, мысалы, бә әріпіне алиф әріпі қосылып тұр. Алиф әріпі созылу үшін созылыңқы алиф әріпінің алдындағы әріп ол көлденең харакатпен, әріптің үстінде тұрған көлденең харакатпен келген болу керек. Егер ол көлденең харакатпен келіп, одан кейін алиф созылыңқы әріп келетін болса, сонда біз ол әріпті созамыз. Мына жерде бә әріпінде көлденең жоғарғы сызығы тұр, ол харакат, иә. Бә алифті қосамыз, бә деп созылады. Харакатпен ол бә болатын болса, соған дыбыстас алиф қосылған кезде бә болады. Бә әріпін сонда біз созамыз. Созылыңқы түрде оқимыз. Бә болады. Бә болады. Келесі бә әріпіне жоғарыдан үтір у дыбысын беретін харакат қосылды. Ол жеке оқылған кезде бу болып оқылады, е? Оны өттік, оны білеміз. Енді оған мәт әріптерінен болған вау әріпін қосатын болсақ, ол бу болып оқылады. Бу болып созылады. Жай ғана бу деп қысқартып қана қоймаймыз, бу деп созамыз. Сонда мәт әріпі өзінің көрінісін орындайды. Ол үшін біз жаңағы жоғарыда айтып өткендей, вау әріпінің алдындағы әріп өзіне дыбыстас, үтір секілді
у дыбысын беретін харакатпен келген болу керек. Бә дыбысымыз біздің у харакатын беретін, у дыбысын беретін харакатпен келіп тұр. Одан кейін вау әрпі жалғанып тұр. Сол үшін ол қосылған әріпіміз бу деп созылады. Бу деп созылады. Сонда бә, бу деп оқимыз. Созамыз. Сол секілді бә әріпінің астында көлденең келіп тұрған сызық и дыбысын беретін харакат дедік. И дыбысын беретін харакат дедік. Бә әріпінің астында, нүктенің астында и дыбысын беретін харакат тұрғандықтан оны би деп оқимыз, е? Оған біздің кезекті үшінші мәд әріпіміз ол и әріпі қосылып тұрғандықтан біз оны бұл жерде созамыз да қалай оқимыз? Би деп оқимыз. Би деп оқимыз. Міне, басынан оқитын болсақ, алиф қосылып тұр. Бә, вау қосылып тұр. Бу, я қосылып тұрған кезде би. Қайталаймыз. Бә, бу, би. Осылай созамыз. Келесі тә әріпіне алиф қосылып тұр. Тә, вау қосылды. Ту. Үшіншісін ти деп оқимыз. Қалай болды сонда? Тә, ту, ти. Егер біз осындай мәд әріптері қосылған сөздерде мәд әріптерін созбай оқитын болсақ, онда ол әріптердің хақсын бермеген боламыз. Соған сәйкес тағы да тиісінше оқыған сөзімізде қате болады да, ол сөз өзінің мағынасын жоғалтады. Немесе басқа бөтен мағына береді. Қате болып есептеледі. Созылатын жерде біз өзінің хақсын беріп, мәд әріптерін созуымыз керек. Созылған әріптерді созуымыз керек болады. Келесі әріпіміз сә әріпі. Сә әріпі ә дыбысын беретін харакатпен келіп тұр. Я, ол әшейінде сә деп оқылатын еді. Оған алиф қосылды, соған дыбыстас. Сонда сә деп созамыз, я? Сә, жай ғана сә емес, сә, екіге дейін созамыз. Екіншісі су, су. Үшіншісі си. Демек, біздің бұл жаңа сабағымыздағы мәд әріптері деп аталған әріптер кез келген әріпке қосылған кезде ол әріп тиісінше мәд әріпінің алиф түрі келген кезде ол әріп ә дыбысын беретін харакатпен, келген болу керек. Вау әріпі созылу үшін оның алдындағы әріп у дыбысын беретін харакатпен келген болу керек. Ол мынау тұр. И әріпі созылу үшін оның алдындағы әріп и дыбысын беретін астындағы көлденең сызық харакатпен келген болу керек. Құрметті көрермендер, осы ерекшелікті естен шығармаңыздар. Егер де біздің айтқанымызға қарама-қарсы сипатта харакаттар келетін болса, онда біздің мәд әріптеріміз созылмайды. Алиф әріпі созылу үшін оның алдындағы әріп көлденең ә дыбысын беретін харакатпен келген болу керек. Вау әріпі созылу үшін оның алдындағы әріп үтір белгісі ретінде келген у дыбысын беретін харакатпен келетін болу керек. Және де и әріпі созылу үшін оның алдындағы әріп астындағы көлденең сызық и дыбысын беретін харакатпен келген болу керек. Осындай үш түрлі сипатта келген болса, сонда ғана біз алиф, вау, я деген үш мәд әріпін созып оқи аламыз. Ары қарай жалғастыратын болсақ, ха әріпіне алиф қосылып тұр. Қалай оқимыз? Ха деп созамыз, е? Ха. Одан кейін хаға вау қосылып тұр. Ху деп айтамыз, е? Ху. Қатты созбаймыз. Одан кейін ия қосылып тұр. Хаға хи дейміз, е? Хи дейміз. Дұрыс. Тимур, ары қарай осы ретпен оқып көреміз. Қаны? Ха әріпіне алиф қосылды, е? Қайталап оқы. Хо дейміз, е? Дұрыс. Екіншісі? Ху созамыз, е? Дұрыс. Үшінші? Хи. Я қосылып тұр, е? Себебі. Ары қарай келесі сөз. Ра. Ру. Ри. Дұрыс. Өте дұрыс. Жақсы келе жатсың. Ары қарай. За. Зу. Зи. Дұрыс. Алмас. Келесі сөздерді оқы. Та. Дұрыс. Ту. Уау қосылып тұр.
Ту. Дұрыс. Ты. 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 Жуан, иә, та әрпіміз. Одан кейінгі сөз. Зо. Зо деп созамыз. Дұрыс. Зу. Дұрыс. Зы. Зы. Созым тұра. Зы. Зы. Аха, Айдос. Келесі. Келесі қандай әріп еді? Фәрпі. Фә әрпі, иә? Алифке Алиф қосылып тұр. Оған дұрыс айтасың. Харакаты ә дыбысын береді. Фә. Фә. Дұрыс. Мұнда? Фәрпі вау әрпіне қосылып тұр. Вау әрпі фәға қосылып тұр. Вау әрпі фәға қосылып тұр. Созамыз. Қалай оқимыз? Фу. Фу. Я әрпі фәға қосылып тұр. Фи болады, иә? Сонда? Фә. Фу. Фи. Дұрыс. Келесі? Хә. Хә. Ху. Ху. Хи. Хи. Қалай? Хә. Ху. Хи. Дұрыс. Тимур, ары қарай. Сен оқы. Я. Ю. Дұрыс. И. Дұрыс. Келесі? Хамза. Хамза келіп тұр, иә, бұл сөзде? Хамза және алиф. Хамза және алиф келіп тұр. Не істейміз? Хамза оқылмайтын еді, ондай кезде. Екке созамыз осында. Екке созамыз, Хамза оқылмайды деді, ондай жағдайда. Харакат оқылады. Харакаты оқылады, харакаты а дыбысын беретін белгі. Не істейміз? Оған алиф қосылды, иә? Қалай созамыз? Ә деп созамыз, дұрыс. Мына жерде? Хамзалы алиф. Хамзалы алиф және вау. У деп созамыз, дұрыс. Мына жерде тура солай. Тура солай. И болды. И деп созамыз. Қалай болды сонда? Ә. У. И. Жақсы, жарайсың. Келесі, қандай әріп еді мынау? Джим. Джим әрбе, оған алиф қосылып тұр. Созамыз. Джа. Дұрыс. Джу. Джи. Джи. Дұрыс айтасың. Келесі әріп дәл. Да. Ду. Ди. Жақсы. Одан кейінгі? Дәл. Дәл бұл дәл әрпінің ағайыны, иә, егізі ағайыны дедік. Бұл жіңішке оқылатын әріп. Зә, тілдің ұшымен. Зу. Ви. Жақсы. Қайтадан. Зу. Ви. Дұрыс, жақсы. Алмас, ары қарай оқимыз. Фә. Су. Си. Дұрыс. Келесі қандай әріп? Ша. Шу. Си. Дұрыс. Одан кейінгі? Со. Тағы да жуан атамыз. Со. Су. Си. Дұрыс. Одан кейін? Соттың ағайыны? До. Ду. Ды. Дұрыс. Одан кейін? Айн әрпі. Айн әрпі? Ау. Ай деп созамыз, иә? Дұрыс. Одан кейін айынның ағайыны? Ғайн, иә? Үстінде нүктесі бар. Ғайн. Ғайынға алиф қосылып тұр. Созамыз? Ғо. Жуан, а дейміз. Ғо. Ғу. Дұрыс. Ғи. Дұрыс. Айдос. Келесі сөздер. Қа. Қу. Дұрыс. Қи. Дұрыс, жақсы. Кә. Дұрыс. Ку. Ки. Дұрыс. Ләм әрпі. Қалай?
әшейін лә демейміз, лә деп созамыз, иә? Лә. Дұрыс. Лу. Лу, дұрыс. Ли. Ли. Жақсы. Мә. Дұрыс. Му. Дұрыс. Ми. Дұрыс. Мимға я жолығып тұр, иә? Нә. Аха. Ну. Жақсы. Ни. Ни, дұрыс. Соңғы. Алиф әрпі, вау әрпіне жолығып тұр. Вауға жолығып тұр, иә? Созамыз. Уә. Уә деп созамыз, дұрыс. Вауға Вау жолығып тұр. У деп оқимыз, иә? Дұрыс. Уи. Вауға и жолығып тұр. Ваудың астында и дыбысын беретін харакат тұр. Сол үшін біз иді созамыз, иә? Қалай? Уи деп созамыз, иә? Дұрыс. Бүгінгі сабақтың реті осындай. Қазір кітаптарыңды ашыңдар. Бүгінгі 12-ші дәрістің артында 12-ші дәріске арналған жаттығулар бар. Арнайы жаттығулар. Осы жаттығулардың ішінде жаңағы 3 мәд әрпінің әріптерге қосылып сөздің ішінде келген сөздер топтама ретінде берілген. Бұлардың да барлығы алдындағы жаттығуларда келген секілді Құранның ішінде келген сөздер, аяттың бір бөліктері. Қазірден осы сабақтардан-ақ біз Құранның ішіндегі, аяттың ішіндегі сөздерге осылайша өзіміздің көзімізді үйрете береміз, әрі тілімізді үйрете береміз. Бірнеше сөздердің жиынтығы беріліпті. Оның ішінде алиф, вау және я мәд әріптері кіргізілген. Алмас, бастаймыз ба? Қола. Жақсы, осылайша. Қаулун. Қала сөзінде мәд, алиф мәд болып тұр, иә? Және тануин бар бізде, иә, дұрыс айтасың. Вау әрпі сүкунмен кеп тұр, ләм тануинмен кеп тұр, иә? Қала деп созамыз, қаулун деп оқимыз, дұрыс. Ары қарай. Кәна. Дұрыс. Кайдан. Дұрыс. Кайфа. Дұрыс. Жақсы. Лаухин. Дұрыс. Лайфа. Дұрыс. Мәлән. Дұрыс. Бұл жерде мәд әрпі қайсысы? Мәд әрпі алиф. Алиф, иә, ол мимға қосылып тұр, иә? Мимға дұрыс. қосылып тұр. Созамыз. Мәлән. Мәлән. Дұрыс. Келесі сөз. Нәрон. Дұрыс. Алифті созғаның дұрыс. Мәин. Дұрыс. Келесі. Вайлун. Жақсы. Яумин. Дұрыс. Хамзаларды, сукундарды дұрыс оқып жатсың. Келесі, үшінші жолдың басындағы бірінші сөз. Аилан. Дұрыс. Дұрыс, жақсы. Жарайсың. Бұл жерде мәд әрпі тұр, және бұл сөздің ішінде хамза бар, иә? Хамза и дыбысын беретін харакатты астына алып тұр. Сол себептен и болып оқылады, иә, хамза. Және алифтен кейін, мәд әрпінен кейін бірден хамза келіп тұрда, ол имен келгендіктен бірден біз төмен түсіреміз. Аилан. Аилан. Ар жағында тануин бар, иә? Аилан. Дұрыс. Келесі сөзді оқимыз. Ғосиқин. Дұрыс. Жақсы. Насирин. Дұрыс. Валидин. Дұрыс. Осылайша. Аузу. Бұл жерде қайсы мәд әріп? Мәд әрпі вау әрпі. Вау, иә? Вауды созамыз деймін. Айынға жол. Айынға жалғанып тұр. Вауды созамыз. Аузу. Дұрыс. Дұрыс. Осылайша созамыз. Келесі сөзде мәд әрпі бар ма? Бар. Мәд әрпі бар, я әрпі. Я әрпі оның алдындағы әріп, я дыбысын беретін харакат, иә? Харакатпен кеп тұр. Демек, яны созамыз. Акиду. Акиду. Дұрыс. Жарайсың. Қуудун. Дұрыс. Дұрыс. Осылай. Уджухун. Дұрыс. Жақсы. Вау. Мәд әрпі, иә? Бұл жерде жимнан кейінгі вау әрпі, мәд әрпі. Сосын созылады дедік. Создың, осылайша. Келесі сөз. Афимин. Дұрыс. Жақсы.
Алимин. Дұрыс. Басирон. Жақсы. Жуан әріпті жуан оқимыз осылайша. Хабирон. Жақсы. Жарайсың. Тимур. Келесі жолды басынан оқы. رحيق Дұрыс. Бұл жерде мәд әріпі қайсысы? И. Я әріпі, иә? Я әріпі. Я әріпі ол и дыбысын беретін харакатпен кеп тұрған, хадан кейін кеп тұрғандықтан біз иді созамыз. мәд қылып созып оқимыз, иә? Қайтып оқы. رحيق Дұрыс. شهيد Дұрыс. Жақсы. عظيم Дұрыс, дұрыс. عظيم Дұрыс. Келесі сөз. قريبا Дұрыс. كريم Жақсы. Келесі сөз. مجيد Дұрыс. Мим әріпі жимнің үстінен келіп жалғанып тұр. Байқап тұрсыңдар ғой, иә? Кейде біз айттық әріптер кейбір әріптердің үстінен келіп жалғанады. Сол кезде біз шатасып қалмауымыз керек, тани білуіміз керек. Бұл жерде жалған тұрған мим әріпі, иә? Жимнің үстінен. Мим келіп қосылып тұр. مجيد Мәжидун. مجيد Дұрыс. Я мәд әріп болып тұр. Келесі. محيط Мухитун. Дұрыс. محيط نعيم Дұрыс. يتيما Жақсы. يسيرا Жақсы. Аха. Дұрыс, дұрыс. روي Дұрыс. Я Руайдан. сукунмен кепті. Я. رويدا Бұл жерде ямыз мәд емес, иә? Ямыз мәд емес. Неге мәд емес? Өзі сукунмен кеп тұр. Өзі сукунмен Және кеп тұр. алдындағы вау әріпі и дыбысын беретін харакатпен кеп тұрған жоқ. Алдындағы вау әріпінің харакаты ә дыбысын беретін харакат. Сол үшін біз иді бұл жерде мәд қыламаймыз. Мәд қыламаймыз да, сол үшін бұған сукун харакатын берген, ол мәд болмайды сол себептен. Руайдан, дұрыс оқыдым. رويدا Руайдан, дұрыс. Келесі сөзіміз, я әрпіміз мәд емес қой бізде. Я әрпіміз сукунмен келіп тұр. Сол үшін قرائش إن قرا жоқ, асықпа. Алдындағы руайдан сөзіне ұқсас, бұл жерде де я әрпі قريشين дұрыс. Я әрпі сукунмен келіп тұр. Алдындағы әріп, ра әрпі ол ә дыбысын беретін харакатпен келіп тұрғандықтан я әрпіміз одан кейінгі мәд болмайды. Болмайды. Сол үшін оған сукун харакатын беріп тұр. Ол әріптің өзін ғана оқимыз. Сол үшін қандай сөз болды? قريشين Қурайшин. Осымен бүгінгі жаңа сабағымыз аяқталды. Бірақ біз бір ғана қайтара оқығанымызбен бұл жеткіліксіз, әрине. Жаңа сабақты әбден меңгеріп, оған төселіп алғанша бірнеше рет оқу керек болады. Сол үшін үйге кемінде 5 рет оқуға тапсырма беріледі. Құрметті көрермендер, сіздер де бізбен шәкірттермен қатар ілесіп оқып отырған болсаңыздар, үйде тағы да бірнеше рет қайталап оқуға кеңес береміз. Алда әлі де жаңа сабақтар бар. Жаңа жарқын күндерде өздеріңізбен қайта жолыққанша Алланың сәлемімен тыныштығы болсын. اقرأ باسم ربك الذي خلق باسم ربك الذي خلق